Барша зейнетақы алушылар көріңіздер. Сәлеметсіздер, қымбат көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатырған соңғы жаңалықтарды алғашқы қатарынан біліңіз келсе, арнамызға жазылыңыз, лайк басуды ұмытпаңыз. Еліміздегі зейнеткерлердің зейнетақысы өсетін болды. Қазақстандағы жұмыс берушілер міндетті зейнетақы жарналар есебінен азаматтардың зейнетақысы 2028 жылға дейін әдейі өседі. Еңбек және халықтың әлеуметтік қорғау министрлігі сілтеме жасады. Министрлік мәліметінше 2024 жылдан бастап жұмыс берушілер өз қызметкерлері үшін зейнетақы қорына қосымша жарна аудара бастады. 2024 жылы бұл жарна 1,5% мөлшерінде болды. 2028 жылға дейін ол 5%-ға дейін өседі. Алайда бұл жарналар тек 1975 жылдан кейін туған азаматтар үшін төленеді. Бұл шара жастардың болашақ зейнетақысын көбейтуге бағытталған. Олардың зейнетақысының көлемі осы жарналарға тікелей байланысты болады. Министрлік зейнетақы жүйесін жетілдіру бағытында үнемі жұмыс жүргізіп жатқанын атап өтті. Бұл бағытта мамандармен кеңесу, сарапшылардың ұсыныстарын ескеру секілді шаралар қолға алынды. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басып жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.